сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен бұрыннан бала кезімнен жездеме ғашықпын. Ол кезде жай бала махаббат шығар деп ойлайтынмын. Уақыт өте келе, әпкеміз қайтыс болған соң, жездеме деген құштарлығым арта түсті. Бұл ісім сіздерге ақымақтық болып көрінер. Бір қызы бар, қызы екеуі тұрады. Жездем менің ұнататынымды білмейді. Өткенде үйіне барып едім. Әпкемнің қызын жағдайын білейін деп. Барсам, жездеммен қызы тамақ ішіп отыр екен. Үшеуміз отырып тамақ іштік. Кейін ыдыстарын жуып, үйін тазалап бердім. Кейін жездем сен қызымның қасында отыра тұршы. Мен бір досыммен кездесіп келем. Бүгін ауылдан келіпті, көріп жағдайын сұрап келейін деп кетті. Үйде қыз екеуміз қалдық. Кино көріп жатып ұйықтап қалыппыз. Бір кезде жездем келді, оянып кеттім. Мас ішіпті. Орнына апарып жатқыздым. Бір кезде мені құшақтады. Рахмет саған, біздің үйге келіп сіңіңді көріп іздегенің үшін деп. Құшақтағанда бір түрлі сезімде болдым. Денем балқып кетті. Мен де құшақта мойнынан иіскеп едім, ол да жабысып құшақтады. Бір кезде сүйісе бастадық. Үстімдегі көйлегімді шештіп, үстіме шығып, болуға сәл қалдық. Жездем тоқтады. Есін жинап, не істеп жатырмыз? Кешір мені, кешіршім, маған кешір, деп қайта-қайта кешірім сұрады. Тез-тез киіндім де үйден шығып кеттім. Содан кейін үйіне бармайтын болдым. Жездем звондап тұрады. Мен сізді ұнатам деп SMS-пен жаздым. Ол бұлай болмайды. Ата-анаң білсе екеумізді де аямайды. Сен тұрмыс құрмаған қызсың. Мен үйлеген бір қызым бар, еркекпін деп түсіндірді маған. Басқа жігіттермен сөйлесіп көрдім. Оларды ұнатпадым. Бар ойым жездемде. Бұл жағдайды ата-анам білсе қарсы болар сөзсіз. Ешкімге айта алмаймын. Солысын осы жерге айтып отырмын. Не істесем болады?